Бөлтірік шешен деген екен. Авторы Бегімхан Керімханұлы. Бөлтірік әке шешеден жастай айырылады. Бұғанасы қатпай байлардың қозысын бағып, отынын тасып, күлін шығарып, күнін көріп жүреді. Бірақ ішсе тамаққа, кисе киімге жарымайды. Бір күні жанашыр ауылдасы: «Әй, Бөлтірік, 8-ге келдің, сергелдеңде жүрсің. Жаным ашып айтамын, сонау Балқаш деген жерде Қоңырбай атты бай нағашың бар. Соның саясын паналап ер жеткенің дұрыс қой», дейді. Бөлтірікке ой түседі. Бұл жерде жаны ашитын адамым жоқ. Маңдайынан сипайтын қол жоқ. Одан да түбі бір, туысы бір нағашымды паналағаным дұрыс болар. Етіне тояйын, тайына мінейін, киімді бүтіндейін деген шешімге келеді. Көп замай сол жаққа баратын керуенге ілесіп, нағашысының ауылына келіп жетеді. Бөлтірікті көрген нағашысы қуанып: «Женжан, жақсы келдің ғой, не істерімді білмей отыр едім. Қолыңа шыбық ұстап қозыға шық», деп мал соңына салып қояды. Мұнда да ішсе тамаққа, кисе киімге жарымайды. Бір күні Қоңырбай төңірегіндегі өзі теңдес байларды қонаққа шақырады. Бөлтірік бұған қатты қуанады. «Іштей етке тоятын болдым. Етке тоймасам да сүйек сорпа тиетін шығар», деп ойлайды. Байлар табақтағы сүйекті бір-бірден ұстап мүжей бастайды. Босағада отырған Бөлтірік балаға көз қырында салмайды. Осы кезде үй сыртына бір топ атты адам келіп тоқтайды. Ат дабырын естіген нағашысы Бөлтірікке: «Ей, сүмелек, мына келген кімдер екен, көріп кел», дейді. Бөлтірік тысқа шықса, бастарына сәлде ораған 5 молда екен. Баланы көрген бір ересектеуі: «Үйде кім бар?» дейді. Сонда Бөлтірік жұлып алғандай: «Үйде өңшең иттер отыр», дейді де ішке енеді. Нағашысы Бөлтірікке қарап: «Келген кімдер екен?» дейді. Бөлтірік бәріне естірте: «5 қатын келіп тұр», деп жауап береді. Отырғандар бір-біріне таңдана қарасып: «Еркек үстіне келетін қандай қатындар? Біздің тоқалдарымыз болмасын. Аттарынан түсіріп үйге кірсінде», деп бұйырады нағашысы. Бір кезде Бөлтірік 5 молданы бастап үйге кіргізгенде бәрі таңданып балаға қарайды. Бірақ ештеңе айта алмай қызарақтап күлгенсіп бір-бірімен сәлемдеседі. Молдаларды отырғызып болған соң босағада отырған Бөлтірікке нағашысы одырая қарап: «Әй бала, сомадай болып отыра бермей қонақтарға қоя кеп сой. Молдалардан бата сұрауды ұмытпа», деп зекиді. Бөлтірік қойдың ішінен бір қара қошқарды ұстап алып келеді де есіктің жабығын көтеріп: «Ал, молдекелер, бата қылыңыздар», дейді. Нағашысы қошқарды көріп: «Ей, иттің баласы, саған бірдеңе көрінген бе? Семіз ісектер тұрғанда қошқар әкелгенің қалай?» деп қолында қамшысын көтереді. Сонда Бөлтірік нағашысына тіке қарап: «Ұрсаңыз ұрыңыз, таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді. Иттің баласы болсам сізден аулақ кетпегенім ғой. Бұл бір. Екіншіден, адам қожасы қожа, қой қожасы қошқар. Бұл қожа молдаларға қошқар сойған лайық. Оған несіне намыстандыңыз, нағашы?» деп жауап береді. Отырған жұрт сасып қалады. Сонда әлгінде келгендердің ішінен жас үлкен біреу тұрып: «Баланың сөзі дұрыс, соя берсін, Аллаху акбар», дейді. Нағашысы Бөлтіріктің соңынан шытынай қарап: «Кешіріңіздер, молдекелер, мына қу жетімге бір нәрсе көрінген шығар. Сіздерді әлгінде қатындар деп айтты бұл жетім», деп күйінеді. Сонда қонақтардың бірі: «Бізде үйде кім бар деп едік, өңшең иттер отыр», деп жауап берді. «Сонда бұл балаға сүйекте тимегені ғой. Бізді қатын десе басымыздағы сәлдеміз шығар. Бұл баланың тілегін орындап ауылына тезірек қайтарған жөн болар түбі», деген екен. Бөлтірік шешен бір жазда тезек төреге барады. Бөлтіріктің шешен, ділмәр ақын әрі батыр екенін сыртынан естіп жүрген тезек оны бар ықыласымен сыйлап, әңгіме жырын тыңдайды. Бір жағынан әрқилы сөзге салып сынайды. Дәм тағамды тартына алып отырған Бөлтірікке тезек төре: «Алып отырыңыз, Бөлтеке, қазы қартаға мәнісіңіз жоқ қой». Сонда Бөлтірік:
Төрем, сіздің үйдің қайсы бір дәмін татып қарасам, бәрінен елдің көз жасының соры шығады. Мұндай ас бізге жақпайды, депті. Тезек төре әңгіменің бетін басқа жаққа бұрмақ болып, бөлтеке, ысты елі қанша түтін болады, десе, ол кідірместен. 6 аталы 6000 ауыл ысты. Ат төбеліндей 60 үйлі төреден аз емес шығар, депті. Тезек төре үндемей отырыпты да, тағы да бірде. Бөлтірігім, анау кермеде тұрған атынды сынап көрші, дейді. Бөлтірік барып атты ары-бері қарайды да, бұл ат өз жылқыңыздың тұқымнан емес қой. Қайдан келген жануар өзі? Жаманбай Тазар ауылының жылқылары ылғи осындай құлан мойын қаракөк болушы еді, деп қояды. Бөлтіріктің мұнысы ана бір жылы Тезек төренің сол елден бір үйір жылқы айдатып алған еске салу болатын. Шыдамы таусылған төре: оны қозғамаңыз, ол алдақашан бітісіп сіңісіп кеткен жылқы, деп сипақтапты. Тезек төре тағы да, енді анау босағада жатқан тазыма не айтасыз, дейді. Бөлтірік: тазыңыз құмайы жүйрік ақ екен, дегенмен бір жаман әдеті бар көрінеді. Ит иесіне тартады деген емес пе? Әр үйден ет ұрлап жейме деймін. Көзқарасы соны айтып тұр, дегенде уәжден ұтыла берген Тезек: япыр-ай, басымның ауырып тұрғаны, деп сылтауратады. Сонда Бөлтірік: алла сақтай көр, төре баласы мен түйе ботасы басы қисайса мал болмаушы еді, дегенде Тезек төре Бөлтіріктің түтіннен сөз тапқырлығына тәнті болып: шіркін-ай, қазақтан сендей уәж тапқыш шешен туа береді екен-ау, депті тамсанып. Қадірлі тыңдарман, егер сіздерге Бөлтірік шешеннің тапқыр сөздері ұнап жатса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жаза кетуді де ұмытпаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше, ағайын.